өзү курулуш саласында болгон соң бир аз маман тапчылыгын сезинебиз да. Өткөндө карантин болуп, таможня жабылган кезде Түркістанда құрылысшылар вообще жетіспейді да. 500 мың, 700 мың айлық береміз. Шпаклевщиктер бар ғой, малярлар. Маляр, каменщик, арматурщик деген мүлдем жоқ, өзімізде шықпайды. Осы колледждерден жетілдіріп шығаратын болса, маман сол келіп жатқан мамандардың орнына осы местный адамдар жұмыспен қамтылса, әжептәуір ақша осы жерде қалады да. Осы үш мамандық бар, арматурщигі бар, апал құрылысшы да, строительный. Строительный ішіндегі 2-3 нелер болатын болса, өте керемет болады да. Бұл жерде бір нюанс бар, анау бізде мысалға мектеп жасындағы балалар қойды. Жұмысқа жіберген кезде ол 18-ге толу керек. 18-ге толмаса ол құрылыс объектіне жіберілмейді. Бір жыл, 2 жыл осы жерде бар ғой. Алмайды көбінесе жас бала әлі деп та. Бірақ сапасы бұлардың әлдеқайда жақсы. Практикаға шығады ғой, немен мұғаліммен бірге бару керек. Штукатур, маляр деген болады. Штукатур, маляр керек, жетіспейді. Штукатур, маляр, каменщик, мүлдем қазір жерде шықпайды, каменщик та. Лицензия пока. Егер лицензияға өзгеріс кіртетін болсаңыздар, осы строитель маманын қосатын болсаңыздар, өте көп, спрос өте көп. Жұмыссыз көп дейді, бізде жұмыссыз көп емес, бізде жұмыс жетіспейді. Енді автокран мамандан қосып жоспар көрдіңіз? Автокран бар, қазір не бар, не бар ғана? Малютка